Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Жойтымова Ақсәуле Өмірбекқызы. Алматы қаласы Бостандық ауданы нөмірі 81 мектеп-гимназияның тарих пәнінің мұғалімі. Сіздерге бүгін өзімнің авторлық бағдарламамды таныстырылым жасайын деп едім. Бүгінгі авторлық бағдарламамның тақырыбы Алаш арыстарының еңбектері арқылы оқушыларды ұлттық рухта тәрбиелеу. 8-ші сыныптарға арналған элективті курс бағдарламасының жүзеге асыру кезеңдері. Бағдарламаның мақсаты алаш арыстарының тарихи рөлін, әдеби және ғылыми мұраларын таныта отырып, ұлттық рухты, елжандылықты, тарихи сананы қалыптастыру, алаш қайраткерлерінің идеяларын зерделеу арқылы оқушылардың азаматтық қорғаныс көзқарасын, рухани адамгершілік құндылықтарын, ұлттық болмысын дамыту. Алаш арыстарының шығармашылығы арқылы оқушылардың әдебиетке деген құрметін қалыптастыру және олардың эстетикалық талғамын дамыту. Ұлттық мәдениеттің элементтерін, соның ішіндегі тіл, өнер және дәстүрлі сақтерді сақтау және дәріптеу. Оқушылардың өз бойларындағы мүмкіндіктерді ашуға және жеке дамуына ықпал ету. Алаш арыстарының қоғамға деген жауапкершілігін үлгілі етіп, оқушылардың қоғамдық белсенділігін және қоғамға пайдалы адамзат болуын ынталандыру. Авторлық бағдарламаның өзектілігіне тоқталсақ, ұлттық мәдениеттің маңыздылығын арттыру мақсатында жас ұрпақтарының ұлттық мәдениетке деген құрметін арттыру және олардың мәдени және тарихи мұраны сақтауға деген жауапкершілігін нығайту. Бағдарламаның ғылымилығына тоқталатын болсақ, бағдарламаның мазмұны тарихи деректерге, әдебиеттану және педагогика ғылымдарының ұстанымдарына негізделе отырып құрастырылған. Алаш қозғалысы мен оның қайраткерлерінің шығармашылығы, тарих, әдебиет, саясаттану, философия мәдениетін ғылымдарына ортақ зерттеу нысаны. Сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдер, семинарлар және пікірталастар, жобаға негізделген оқыту, топтық жұмыс, тарихи материалдармен жұмыс істеу. Авторлық бағдарламаның ұйымдастыру формасына келсек, практикалық жұмыс, тест, арнайы логикалық тапсырмалар болады. Бағдарламаның оқыту аяқтау формасының өзі жиынтық бағалау мен қосымша сайттар арқылы, тест тапсырмалары арқылы жасалады. Бұл жерде тиімділік, жылдамдықтың болуы, белсенділіктің артуы, қызығушылықтың оянуы. Бағдарламаның тұрақталу мазмұндық бөліміне келсек, авторлық бағдарлама 3 бөлімнен тұрады, 34 сағаттан тұрады. Бірінші бөлім алаш қозғалысының басталуы 8 сағат. Бұл 8-ші сағатына біз зерттеу сабағын қойдық. 20-ші ғасырдың басындағы қазақ қоғамы және алаш қозғалысының іргетасы. Екінші бөлімде алаш партиясы және оның бағдарламалары 8 сағат берілген. Бұл жерде 8-ші сағатта біз зерттеу жұмысын қойдық. Алаш партиясының демократиялық құндылықтары мен ұлттық мүдделерінің үйлесімділігі. Үшінші бөлім алаш қайраткерлері 18 сағатқа берілген. Бұл жерде біз 2 зерттеу жұмысын қойдық. Бірінші зерттеу жұмысы алаш қайраткерлерінің ағартушылық іс әрекеті және ұлттық мұра әдебиеті, педагогика және саяси көзқарастарымен ықпалы. Екінші зерттеу жұмысы алаш қайраткерлерінің мемлекеттік құрылым құрудағы үлесі және оның қазіргі тәуелсіз Қазақстандағы көрінісі. Мына жерге берілген ұлттық құндылықтар тәрбиенің төресі екенін білеміз. Ұлттық құндылықтар бір ұлттың тарихы, мәдениеті, тілі, дәстүрі, салт санасы арқылы ұлттық бірегейлікті қалыптастыратын негіздер. Балалар асықты лақтыру арқылы, мысалы асықтың көк жағы түссе, стол үстіндегі 6 ойынның біреуін алып, солған жауап беру. Оның астында жаңағы қазақ зиялыларының ішіндегі алаш партиясының мүшелері, мысалы айтсақ, Мұстафа Шоқай, Смағұл Садуақасов, Міржақып Дулатов деген сияқты, Әлихан Бөкейханов деген сияқты кісілердің еңбектерімен балалар таныс болады. Келесі сабақ үстіндегі тағы қолданыста болған ойын әдіс тәсілдері Мерш-куб әдісі, галерея, степ, қолдану нұсқаулығының өзі Мерш-куб 3D цифрлық нысандар арқылы көне артефактілерді ұстап көру, зерттей алу мүмкіндіктері тарих сабағында қолданылады. Және Airweb студиясының бағдарламасы негізінде Air карточкаларын құрастырып, сабақ қолдану, сонымен қатар қолдану нұсқаулығында Air-кодты сканерлеп, Airweb студия бағдарламасы негізінде суреттерді жандандырып, видеоға айландырып, балаларды сабақ үстінде қолдана алады. Ал бүгінгі қысқаша ғана бағдарламаның таныстырылымы осындай. Барлықтарыңызға үлкен рахмет.